Сосын жаңа туылған нәрестелерде біз көзіне қалай жұмыс ориентир ұстаймыз. Егер 1 айлық нәресте болатын болса, ол кем дегенде көзінің алдындағы тұрған үлкен объектіге қарап көзін жылжыта алады. Ол қандай объект? Обычно бала жатады, мамасы келіп деп әңгіме айтып жатқан кезде басын бүйтіп бұрса, ол асықпай мамасының көлеңкесіне қарап бұрады. Былай қимылдаса асықпай екінші жаққа қарай бұрады деген сияқты. Бір светті жаға қалса, жарыққа қарап жату. Көрдіңіз ба? Бұның өзі де болмауы дұрыс емес. Сосын бұл жігіт тонусына да мән беру керек. Егер жаңа туылған нәресте немесе 1 айлық бала былық, сылық, былжырап, ешқандай гипертонус, ешқандай бір жиырылу жоқ, былық, сылық, аяқтары талтайып міне. Талтайып етіп жата берсе, бұл бұлшық еттердің тонусының гипотонусы. Оны қалай байқаймыз?